Адамдар, тыңдап қойыңдар. Мен ормандағы ең ақылды шимпанзелердің бірі. Немесе жай ғана өзін сондай санайтын біреумін. Бірақ не болса да, сіздерге кеңес беретін деңгейге жеттім деп ойлаймын. Бірінші кеңес. Телефонды азайтыңдар. Сендерде телефон деген екінші ми сияқты. Бірақ қызығы, біз ағаштан құлап қалсақ та, телефонсыз жүре аламыз. Ал сендер телефонсыз қалсаңдар, өмір тоқтайтын сияқты. Телефонды 1 сағатқа қойып көріңдер. Мына әлемде Wi-Fi-дан басқа да нәрсе бар екенін байқайсыңдар. Екінші кеңес. Артық уайымдамаңдар. Сендер бір мәселені 1000 рет ойлайсыңдар. Бізде бәрі оңай. Егер банан бар болса қуаныш, жоқ болса іздейміз. Болды. Болашақта не болады деп бас қатырмаймыз. Болашақта да банан болады. Сендер мазасызданбаңдар. Үшінші кеңес. Дұрыс тамақтаныңдар. Біз күні бойы жеміс-жидек жейміз, ағаштан секіреміз, бәрі формада. Ал сендер түнде тоңазытқыштың жарығымен сырласып жүресіңдер. Өмірде тек шоколад қана емес, басқа да дәмді әрі пайдалы нәрселер бар. Төртінші кеңес. Ұрыспаңдар. Біз шимпанзелер 1 минутқа ренжісек, келесі минутта бір-бірімізді тазартып отырмыз. Ал сендер бір ұрыстан кейін 1 ай үндемей жүресіңдер. Бізден үйреніңдер. Ренжіссең банан бер, бәрі реттеледі. Бесінші кеңес. Көбірек күліңдер. Біз күніне 100 рет күлеміз. Сендер болса кейде күлу үшін жоспар құрып, жиын өткізіп, уақыт таба алмай жүресіңдер. Күлкі бұл тегін терапия. Тіпті маған қарап та күле берсеңдер болады. Соңғы кеңес. Өзіңді тым маңызды санама. Адамдар бәрін бақылап, бәрін басқарамыз деп ойлайды. Бірақ кейде өздерін кішкентай маймылдардан да шатастырып алады. Қысқасы, жеңілірек өмір сүріңдер. Өмір сонда қызық болады. Ал мен орманда отырып, сендердің әрекеттеріңді бақылап, рахаттанып күле беремін. Ақылды достар осында тіркеліп, лайк басып қолдаймыз.